Уайымшыл ата-ана. Қазіргі таңда көптеген ата-аналар осы уайымшыл ата-ана тобына жатады. Тек қана аналарды ғана емес, әкелерді де уайымшылдар тобына жиі кездестіреміз. Тіпті адамдардың ішінен уайымшыл еместерін табу қиындап бара жатқан секілді. Уайымшыл ата-аналар баласының әрбір әрекетіне уайыммен қарайды. Мысалы, баласы кішкене жүгіре бастаса, жүгірме құлайсың деп ұрса жөнеледі. Ал тұрған орнынан әрі-бері секіре бастаса, секірме аяғында ауыртасын деп мазасы қашады. Бір күні сабағы оқылмай қалса, баладан бұрын ата-анасы сары уайымға салынады. Уайымдағанда тұрған не бар деп ойлап отырған шығарсыз. Уайым бізді қауіптің алдын алуға итермелейді. Құлайсың, аяғында ауыртасын, немесе ертең мұғалім ұрсады секілді қауіптер, жүгірме, секірме, отырма, тұрма секілді шектеулерді өзімен бірге ала келеді. Осылайша бала әрекет ете алмайтын болады. Үйде еркін ойнап, ары-бері жүгіруіне кедергі келтірсе, далаға шыққан кезде де темірді ұстама, құммен ойнама, ары-бері жүгірме, бір орында отыр деген шектеулер бала болып ойнауға мүмкіндік бермейді. Ал негізінде балалардың ары-бері жүгіріп, емін-еркін ойнауы олардың дамуы үшін басты қажеттілік болып табылады. Бір орында тапжылмай отырып, телефон мен теледидарға байланып қалған балалардың даму үрдістеріндегі кешігулерді байқап жүрген боларсыз. Бала болған соң ары-бері жүгіріп, төсектен төсекке секіріп, асыр салып ойнап өсуі керек. Сол кезде бала физикалық тұрғыдан дамиды. Бала ойнап жүрген кезде бұғанасы қатып, буындары қимылдап, қан айналымы қалыпты болады. Сізге ұнамайтын қылығы төсектен секіру арқылы денесін бір қалыпты қолдануы, дене тепе-теңдігін сақтауды үйренеді. Сонымен қатар баланың еркін ойнауы оның миының жұмысына, яғни интеллектуалды тұрғыдан дамуына да өз үлесін қосады. Ойнап жүрген баланың қан қимылы қалыпты болғандықтан миға да жеткілікті мөлшерде қан жетіп, дамуын жақсартады. Бала ары-бері жүгіріп секірген кездегі мидың орнын келесі қадамына алдын ала дайындық жасауының өзі мидың жұмысына әсер етеді. Тіпті бала құлаған кездің өзінде ми жұмыс істейді, дами түседі. Себебі бала құлайын деп жатқан кезде миы оның дұрыс құлап, еш жерін ауыртып алмауын қамтамасыз ету үшін дамылсыз жұмыс жасап, қажетті дене мүшелеріне бұйрық жаудырады. Қазіргі кезде ата-аналардың көбісі баласының интеллектуалды дамуын қалайды. Сол үшін баласын курстан курсқа тасиды. Егер сіз балаңыздың интеллектуалды дамуын қаласаңыз, онда әуелі балаңыздың бала болып ойнауына кедергі келтірмеңіз. Біздегі ойын баласы деген тіркестің қандай терең мағына беретінін байқаған боларсыз. Ғалымдар жетістікке жеткен адамдар мен қылмыскерлердің өмірлерін зерттеген кезде екеуінің де ортақ нәрсе байқайды. Жетістікке жеткен адамдардың балалық шағында ойынға қанғанын байқаса, қылмыскерлердің балалық шағының өте ауыр өткенін анықтайды. Алғашқы туындым баланы жазасыз тәрбиеле кітабында мысал ретінде талданған Адольф Гитлердің өмірін есіңізге түсіріп, осы тұжырыммен байланыстыруға тырысып көріңіз. Бала сезімдермен ойнап жүріп танысады. Қуыршағына тамақ беріп, оны ұйықтатып жүрген кішкентай қыз баласы ана болу сезімі, аналық мейіріммен таныса бастайды. Сол секілді ашулану, қуану, уайымдау секілді көптеген сезімдердің алғашқы практикасын ойын кезінде жасайды. Ойынға қанған, орынсыз қысым көрмеген балалардың сезімдерін басқара алуы оңайырақ болады. Яғни олар өскен кезде сезімін басқарып, баласына үйрете алатын күшті ата-ана болады. Уайымшыл ата-ана баласын қорғауға тырысып, асты-үстіне түседі. Жан-жақты шектеулер қойып, өз бетімен өмір сүруіне мүмкіндік бермейді. Бірақ ойлап көріңізші, балаңызды қашанға дейін қорғай аласыз? Өмір бойы қасында бола аласыз ба? Ертең бала бақшаға барған кезінде біреу-міреу тиісіп кетпесін, шашын жұлып бетін тырнамасын деп қасында отырасыз ба? Немесе мектепке барған кезде мұғаліміне барып, шырағым мына орынды босатшы, баламның қасына отырайын деп айтпақсыз ба? Ал басқа қалаға немесе шетелге кетсе, өзіңіздің керемет қалаңызды тастап, артынан көшіп қонып жүресіз бе? Балаңыз отбасы құрып үйленген кезінде келінім ұлыма бір нәрсе істеп қоймасын деп екеуінің арасында жүрмексіз бе? Сұраған сұрақтарымнан балаңызды өмір бойы қорғап жүре алмайтыныңызды байқаған боларсыз. Онсыз да ата-ана ретінде біздің міндетіміз баламызды өмір бойы қорғау емес. Біздің міндетіміз баламыздың дамуына үлесімізді қосып, өз бетімен өмір сүре алу дағдысын қалыптастыру болып табылады. Балаңызды қорғаштай бермеңіз, керісінше бала деген құлауы керек. Құлау керек дегенде
артынан итеріп құлатып жібермеңіз, өзі құлауы керек. Себебі құлаған кезде тұруды үйренеді. Құлау арқылы қиыншылықтың дәмін татады және онымен күресуге бейімделеді. Қазақта бала 7 жасына дейін жерден таяқ жеп өседі деген сөз бекер айтылмаған. Бәріміз бала кезімізде жерден таяқ жеп өстік. Аллаға шүкір, ешқайсымызға еш нәрсе болмады. Бәріміз аман-есенбіз. Баланы орынсыз қорғаштау оның дамуын тежейді. Өмірде өз орнын табуына кедергі келтіреді. Бізде шынайы уайымнан гөрі орынсыз уайым жиі кездеседі. Яғни біз шынайы уайымдау кезінде керек нәрселерді уайымдаудың орнына болмайтын нәрселерді уайымдап кетеміз. Мысалы, балаңыздың жүгіріп жүріп құлауын және құлаған кезде аяғын ауыртуын уайымдамаймыз. Я, түсінемін, бұл баланың денсаулығы ғой. Алайда біз баланың күні бойы қолынан телефон тастамай жүруін немесе теледидардың алдында тапжылмай отыруын уайымдамаймыз. Керісінше өзіміз соған жағдай жасаймыз. Мазамды алмасын, тірліктерімді бітіруіме кедергі келтірмесін деп өзіміз телефон ұстатамыз. Немесе теледидарды өзіміз қосып береміз. Сонда мен түсінгенім, баланың құлап аяғын ауыртуы денсаулықта, бірақ күні бойы теледидардың алдында отырып көзін құртуы, арқасын қисайтуы, миын кептіріп алуы денсаулық емес пе? Аяғы ауырған бала 1-2 күннен кейін жазылып шауып кетеді. Бірақ көзін қалыпқа келуі, қисайған арқасының түзелуі, кепкен миының өз қалпына оралуы оңай нәрсе емес. Телефон мен теледидардың денсаулықтан бөлек баланың тәрбиесіне тигізетін кері әсері бар екені тағы да бар. Атап айтар болсам, идеологиялық шабуылдардың құрбаны болуы, жыныстық сезімдерінің ерте оянуы секілді өте қауіпті мәселелерді қамтиды. Енді ойланып көріңізші, біз негізінде қай жағдайды көбірек уайымдауымыз керек? Егер уайымыңызды бір жерге бағыттап қатты уайымдағыңыз келіп жатса, онда балаңыздың болашағын, оның ақыретін уайымдаңыз. Оның дамуы үшін пайдалы нәрселерді орынсыз уайымдап, оның дамуына кедергі келтірмеңіз. Біз неліктен уайымшыл болдық, неге қарапайым нәрселерді уайымдай береміз деген сұраққа жауап іздеп көрейікші. Сіз ойыңызға бірден әлеуметтік желілердегі жағымсыз жаңалықтар мен қоғамның өзгеріп кеткенін айтқыңыз келіп отырған болар. Я, оларды да жоққа шығармаймын. Дегенмен басты себеп олар емес. Басты себеп бізде тәуекелдің болмауы. Аллаға тәуекел етіп, баламыздың қауіпсіздігін Аллаға тапсыра алмағандықтан орынсыз уайымның жетегінде кеттік. Егер біз өзіміздің қолымыздан келетін нәрселерді толық істеп, қалғанын Аллаға тапсырып, тәуекел ете алсақ, сары уайымнан құтылар едік. Тіпті сіз балаңызды ешқайда жібермей, күні бойы бірге болғанның өзінде сіз оны қорғай алмайсыз ғой. Мысалы, баспалдақтан түсіп келе жатқан кезде аяғын дұрыс баспай құлап кету қаупі әрқашан бар екені белгілі. Немесе сіз жолдың арғы бетіне өту үшін жаяу жүргінші жолымен өтіп келе жатқанда, ішіп алған жүргізушінің сізге қауіп тудыру ықтималдығы әрқашан сақталады емес пе? Олай болса, барлық құбылысты өзіміз басқара алмайтынымызды мойындап, тәуекел ету жолын таңдауымыз шарт. Сөзімді жинақтай келе сізбен өте маңызды қағиданы бөліскім келеді. Уайымшыл ата-ананың қорқақ, үркек балалары болады. Егер балаларыңыздың ержүрек, батыл болуын қаласаңыз, онда орынсыз уайымнан арылыңыз. Сізге сәттілік тілеймін. Тапсырма номері 15. Балаңыздың дамуына кері әсер ететін орынсыз уайымдарыңызды анықтаңыз. 3 уайымыңызды анықтап, олардың туындау себебін зерттеңіз және құтылу үшін әрекет жасаңыз. Тергеуші ата-ана. Қоғамда уайымшыл ата-аналардың көп болғаны секілді, тергеуші ата-аналар да жиі кездеседі. Тергеуші ата-ана баласының балабақшада, мектепте, көшеде не істегенін біліп отырғысы келеді. Сондықтан балабақшадан немесе мектептен келіп, табалдырықты аттай сала тергеуі басталады. Не істедің, бұзықтық жасаған жоқсың ба, апайын не деді, тамағыңды жедің бе секілді сұрақтар бірінен кейін бірі оқша борайды. Бала кішкентай кезінде сұрақтарды ұнатпаса да амалсыздан жауап беріп тұрады. Ал жасы өсе келе балаңыздан қойшы анашым деген дауыс естисіз. Өзімнің семинарларымда ата-аналардан 21 ғасырдың заман талабына сай балаларымызды тергеу шарт па деген сұрақты
сұрап көрдім. Қатысушылардың басым бөлігі иә шарт деп жауап берсе, тергеу қажет емес дейтін ата-аналар өте сирек кездесті. Ал сіздің жауабыңыз қандай? Тергеу шарт па? Шынымен де тергемей-ақ дұрыс қарым-қатынас орнату жолдары жоқ болғаны ма? Қаласаңыз бұл сұрақтарға жауап беруге асықпаңыз. Әуелі эмпатия жасап толық сезінуге тырысыңыз. Өзіңіз жұмыстан шаршап-шалдығып үйге әрең жеткенде жұбайыңыз сізді күні бойы не істедің, кіммен кездестің, қанша ақша таптың, немесе қанша ақша жұмсадың деген сұрақтармен қарсы алса, яғни сізді тергей жөнелсе, не сезінер едіңіз? Әрбір сұрағына байыппен жауап берер ме едіңіз, әлде ашуланып бұлқан-талқан болар ма едіңіз? Ашуланбасаңыз да жұбайыңыздың тергей жөнелгені ұнамасы анық. Себебі тергеу әйелге де, ерге де, балаға да ұнамайды. Жалпы тергеу ешкімге ұнамайды. Себебі тергеу дұрыс байланыс орнату құралы емес, педагогикалық әдіске жатпайды. Тергеу арқылы балаңызды өзіңізден алыстатасыз. Енді сізді тергемесек, онда баламыздың не істеп жүргенін қайдан білеміз деген сұрақ мазалап жатқан болар. Сәлден кейін мен сізге тергемей-ақ байланыс орнатуға болатынын көрсетемін. Яғни тергемей-ақ балаңыздың не істеп, не ойлап жүргенін анықтауға болатын керемет әдіс айтамын. Бірақ әдіске көшпей тұрып, әуелі сіз енді баламды тергемеймін деп шешім қабылдауыңыз керек. Өзіңіздің тергеуші ата-ана деген лицензияңызды маған тапсыруыңыз қажет. Егер тергесеңіз, заңсыз тергеп қылмыс жасаған боласыз. Келістік пе? Егер келіссек, одан әрі қарай кеттік. Сіздерді өте тамаша әдіспен таныстырайын. Күнде кешкісін отбасыңызбен бірге әңгіме-дүкен құратын отбасылық сағатыңызда бұл мәселені шешуге болады. Мысалы, әкесі үйдің отағасы ретінде әңгімені бастаса, өзінің күнінің қалай өткенін, не істегенін, қандай қызықты оқиғалар болғанын айтып, әңгімелеп берсе, оның артынан анасы әңгімені іліп алып, ол өзінің не істегенін қызықты етіп айтатын болса, онда мен сізге сеніммен айта аламын. Балалар да өздерінің не істегенін жарыса айта бастайды. Тіпті әңгіменің қызығына кіріп кеткен кезде сабақтан қашқанын, досымен төбелескенін, екі алғанын, қалай айтып қойғанын байқамай қалады. Себебі балалар да әлі фильтр орнатылмаған. Әңгіменің қызығына кіріп кеткен кезде айтпау керек нәрселерді де айтып қояды. Ал үлкендерде фильтр бар. Мысалы, ер кісі мынаны әйеліме айтуға болады, мынаны айтуға болмайды деп фильтрден өткізіп отырады. Дәл сол секілді әйел кісілерде фильтрден өткізеді. Жарайды, бала әңгіменің қызығына кіріп кетіп, екі алғанын, төбелескенін, немесе сабақтан қашқанын айтты делік. Осыларды естіген кездегі сіздің реакцияңыз қандай болады? Егер сіз екі алдың ба не, кіммен төбелестің деп бірден ұрса жөнелсеңіз, бұл сіздің балаңызбен соңғы әңгімеңіз болады. Енді ол да фильтрге тапсырыс беріп, өзіне фильтр орнатып алады. Сізбен сөйлескен кезде мынаны ата-анама айтуға болады, ал мынаны айтуға болмайды деп електен өткізіп отырады. Ең бастысы, жақсы көңіл-күймен басталған отбасылық сағатыңыздың быт-шытын шығарған боласыз. Егер отбасылық сағатыңыздың соңы әрқашан ұрыс-керіспен аяқталатын болса, онда келесі жолы ешкім жиналғысы келмейтін болады. Баламыздың бүлдірген нәрселерін естідік, енді қалай шешеміз деп отырған болсаңыз, менде бұл мәселеге байланысты жақсы да бір әдіс бар. Біздің бала кезімізде калькулятор деген сияқты нәрсе жоқ еді ғой. Біз есеп шығарған кезде жазып есептейтінбіз. Мысалы, 5 қосу 6 деген кезде 11-дің бірін жазып, бірі ойда деуші едік қой. Міне дәл сол секілді есе сақтау әдісін қолданасыз. Балаңыз беріліп әңгіме айтып жатқан кезде ұрса жөнелмей, тек қана екі алдың ба, төбелестің бе деп есіңізде сақтайсыз. Және бұл мәселені шешу үшін асықпаңыз. 2-3 күн өткізіп барып шешесіз. Жалпы асықпай шешудің 3 пайдасы бар. Біріншісі, ашуыңыз басылып сабаныңызға түсесіз. Көп жағдайда баламыздың бір нәрсені бүлдіргенін естіген кезде ашуымыз басымызға шабады. Сол сәтте проблеманы шешуді емес, ашуымызды сыртқа шығарып рахаттануды көбірек ойлап кетеміз. Негізінде бұл да ата-ананың эгоистік әрекеті деуге болады. Екіншіден, сезімдеріңіз де бір қалыпқа түседі. Себебі сол кезде сізде тек ашу ғана көтерілмейді, басқа сезімдер де туындайды. Мысалы, реніш, намыс, өкініш, ұялу секілді сезімдер де пайда болып жатады. 2-3 күн өткізіп барып шешсеңіз, осы сезімдер қалпына келеді.
Үшіншіден, ең басты пайдасы 2-3 күн ойланып дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігіне ие боласыз. Яғни бұл мәселені қалай шешсем екен, балам екінші рет дәл осы қатені қайталамауы үшін қандай шарт қолдана аламын деп ойлана аласыз. Егер өзіңіздің ойлануыңыз жеткіліксіз болып жатса, онда арнайы мамандармен ақылдасып, олардың көмегіне жүгіну мүмкіндігі туады. Жалпы боларыс болды, бояуы сіңді. 2 алатын бала 2-сін алды. Сабақтан қашқан бала қашып, төбелескен бала төбелесті. Енді оны кері қайтара алмайсыз. Ата-ана ретінде біздің міндетіміз дұрыс талдау жасап, бұл жағдайдың алдағы өмірінде орын алмауы үшін шара қолдану болып табылады. Шара қолдану дегенге бірден жазалау керек деп ойлап қалмаңыз. Педагогикада баланы жазалау шешім емес. Ол жайында баланы жазасыз тәрбиеле деген кітабымда толық талдап жазғандықтан сол кітапқа сілтеме жасап, бұл жерде жазып ашып айтпай-ақ қояйын. Жалпы байқағаным, біз бала тәрбиесі деген кезде уақытымыздың басым бөлігін бөліп, бояуы сынып қойған нәрселерді арнайды екенбіз. Тіпті ата-аналар баласын тергеп, оған айыбын мойындатып, кінәсін дәлелдеуден ләззат алатын сияқты болып көрінеді. Себебі педагогиканың қағидаларын ескере отырып, баланың тәрбиелік иммунды жүйесін күшейтудің орнына балаға қысым жасау арқылы оның өзін кінәлі, жеткіліксіз, кем сезінуіне жағдай жасаймыз. Құрметті ата-ана, сіз балаңызды тергеп, дәлелдеп, мойындату арқылы еш жерге бара алмайсыз. Сіздің ол әрекетіңізбен балаңыз уақытша тәртіпті болуы мүмкін, бірақ тәрбиелі болып кетпейді. Керісінше балаңызды өзіңізден алыстатып аласыз. Сонымен қатар өтірік айту, екіжүзділік, ұрлық жасау секілді жағымсыз сипаттарды бойына сіңіресіз. Жалпы тергеуші ата-ананың өтірікші балалары болады деген қағиданы естен шығармауды ұсынамын. 2-3 күн ойланып, балаңыздың қылығына байланысты шешім жолын таптыңыз делік. Қазір балаңызға келіп әңгімені есінде ме 3 күн бұрын төбелестім деп едің ғой деген сөздермен бастамаңыз. Себебі сіз осылай сілтеме жасай отырып әңгімені бастасаңыз, онда балаңыз жабылып қалады. Алдағы күндері сізбен ашылып сөйлеспейтін болады. Сіз тікелей өзіне бағыттанғандықтан ол қорғану қажеттілігі сезіледі және ақтала бастайды. Ақталу барысында өтірікке жол беруі әбден мүмкін. Сіз оның өтірігінің өтірік екенін дәлелдедіңіз делік. Онда бала бұл жағдайдан шығу үшін алдынан да күштірек өтірік ойлап табады. Осы цикл осылай жалғаса береді. Осылайша сіз балаңызды кәсіби өтірікшіге айналдырасыз. Уақыт өте келе балаңыз ойланбай өтірік айта беретін дәрежеге көтеріледі. Сондықтан да балаңызға шынайы тәрбие бергіңіз келсе, онда оған тікелей шабуыл жасап, бірден кінәлаудан бастамаңыз. Мысалы, мен сізге келіп өтірік айтпаңыз десем, сіздің реакцияңыз қандай болады? Жарайды, түсіндім, өтірік айтпаймын деп жұмсақ жауап бересіз бе? Әлде мен өтірік айтқан жоқпын, кім айтты, мені өтірік айтты деп бұлқан-талқан боласыз ба? Негізінде мұқият қарасаңыз, мен сізге өтірік айттыңыз деген жоқпын. Жай ғана өтірік айтпау керек екендігін, өтіріктің жаман екенін жеткізуге тырыстым. Менің ниетім жақсы болғанымен қолданған әдісім қате. Себебі мен кеңесімді тікелей сізге бағыттадым және сізді кінәлап жатқандай болып көрінді. Сол себепті сіз қатты реакция көрсеттіңіз. Дәл осы тәжірибені мұғалім болып қызмет еткен кездерімде де жасаушы едім. Оқушыларым сынақ тапсырып жатқан кезде кез келген біреуін таңдап Айдос көшірме деп ескертетінмін. Сол кезде Айдос ағай мен көшіріп жатқан жоқпын деп ашуланатын. Бұл жерде де мен Айдосқа көшірдің немесе көшіріп жатырсың деген жоқпын. Жай ғана көшірудің қауіпті екенін, ұсталып қалса 2 алып қалатынын ескертуге тырыстым. Бірақ Айдос оны олай қабылдамады. Себебі мен қолданған әдіс қате. Сондықтан да балаңызға бір нәрсені үйретіп тәрбиелер кезде оған тікелей бағыттап айтпай, жанама жолдармен жеткізуге тырысыңыз. Жанама жолдармен жеткізу үшін ертегілерді, баланың жасына сай өнегелі әңгімелерді, тәмсіл хикаяларды қолдансаңыз болады. Яғни негізгі тәрбие проблема болып қойғаннан кейін емес, болмай тұрып
алдын алу екенін ұмытпау қажет. Яғни бала өтірік айта бастаған кезде шешім іздеп қиналмау үшін кішкентай кезінен өтірік айтудың жаман қылық екенін жеткізетін әңгімелер оқу арқылы санасына сіңіру қажет. Бұрынғы әжелеріміз осы функцияны өте жақсы атқарушы еді. Яғни өздерінің әңгімелері арқылы баланы тұлға болып қалыптастыруға дайындаушы еді ғой. Бұрынғы әжелер деп отырмын, қазіргі таңда немересіне әңгіме айтып тәрбиемен сусындатып отыратын әжелеріміз азайып бара жатыр. Жалпы алғанда тәрбие деген бүлінгенді қалпына келтіру емес, керісінше ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген қағида бойынша бүлінуге жол бермеу екенін естен шығармауымыз қажет. Сізге ұсынысым: тергеуші ата-ана болмаңыз, прокурор ата-ана болмаңыз және сот ата-ана болмаңыз. Қандай ата-ана болу керек екенін білесіз бе? Сәл ойланып көріңізші. Адвокат ата-ана дегіңіз келіп отырған болар. Жоқ, мен оны да қолдамаймын. Адвокат ата-ана да болмаңыз. Себебі адвокаттар кейде өзінің клиентін қорғау үшін оны орынсыз қорғап әділеттен алыстайтын кездері болады. Баланы да орынсыз қорғаштай беру дұрыс емес. Сондықтан менің ойымша дәрігер ата-ана болыңыз. Сіз ауырып дәрігердің алдына барған кезде неге ауырасың, суық су көп ішпе деп айттым ғой саған деп ұрысқанына куә болдыңыз ба? Дәрігер алдына келгенде науқасына ұрыспайды. Керісінше мен оны қалай емдесем екен, енді қайтып ауыра бермеуі үшін иммундық жүйесі қалай күшейтсем екен деп шешім жолын іздейді. Бізде баламызбен қарым-қатынас орнатқан кезде дәл дәрігер секілді әрекет етіп, дәрігердің жанашырлығын таныта алуымыз керек. Енді тақырыпты жинақтайтын болсам, тергеуші ата-ана болмаймыз. Баламызбен әңгімелесу арқылы оның істеп жүргендерінен хабардар болып отырамыз. Әңгіме барысында жағымсыз бір қылығын байқасақ, бірден шешуге ұмтылмаймыз. 2-3 күн уақыт өткізіп барып шешеміз. Шешкен кезде де тікелей емес, жанама жолдармен жеткізу жағын қарастырамыз. Ең бастысы дәрігер ата-ана болып, баламыздың тәні, жаны мен рухы сырқаттанбауы үшін иммундық жүйесін күшейтуге ат салысамыз. Және сырқаттанған жағдайда емдеудің жолдарын іздестіреміз. Тапсырма номері 16. Бір апта бойы балаңыздан неге және не үшін деген сұрақтарды сұрамаңыз. Бұл сұрақтардың жауабын басқа жолдармен алуға тырысыңыз.